Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге үй жағдайында оңай әрі тез жасалатын, көп нәрсені қажет етпейтін, жұмсақ болып шығатын батон нанын жасап көрейік. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстінен қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз да жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бізде ашытқы осылай көтерілуі керек. Сұйық майымыздың жарты бөлігін ғана құйып, алдын ала ситадан өткізілген ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер қолымызға қамырымыз жабысып жататын болса, жаңаға қалған сұйық майымызды құйып, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, пешімізді асты-үстіне қосып 50 градусқа қойып, жарты сағатқа пештің ішіне көтерілгенше қойып қоямыз. Бізде қамыр осылай болып, әдемі болып көтерілуі керек. Егер қолымызға жабысып жатса, ұнымызды салып, қамырымызды 2 бөлікке бөліп, әдемілеп дөңгелектеп аламыз да, қайтадан бетін пищевая пленкамен жауып, 10-15 минутқа тынғанша қойып қоямыз. Бізде осылай қамыр көтерілуі керек. Бұл көтерілген қамырды осылай оқтауымызбен қатты жұқа етпей, қатты қалың етпей, ұзын етіп жайып аламыз да, ішке қарай қамырымызды осылай әдемі етіп орап аламыз. Оралған батондарымызды алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізге араларын алшақ етіп қойып, осылай бетін орамалмен жауып, тағы жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің батондар осындай әдемі болып көтерілуі керек. Одан кейін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бетін әрлейсіздер. Бір ас қасық суға, бір шай қасық сұйық май қосып, бетінің барлық жеріне әдемілеп жағып шығамыз да, алдын ала пешімізді 200 градусқа қыздырып, 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін де жаңағы сұйық май мен суымызды бетіне жағып шығамыз. Бізде осындай жылтыр әдемі батондарымыз шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады, жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуға ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мадина. Барлықтарыңызға ас болсын.